Мынау кез келген нәрседе жай ше, жайдан бастаған жақсы да өзі. Мектепте мысалы үшін қараңыз, бірінші класстың балдарына ана тілі деп майда шүйде нәрселерден бастайды да, кейін жайлап өсе береді. 11 классқа барған кезде күрделі, жалпы мектепті бітірген кезде қажетті күрделі мамандықтың информацияның бәрін алып шығады. Бірақ ана бірінші класстың баласына тықпыштап қинап жүріп 5 класстың тығып жіберуге болады, негізі қиналады бала, бірақ бала қабылдайды оны. Бірақ не, анау қиналып қабылдап тез келген нәрсе бар ғой, ол бір апат болады бір жерде бір апат келтіреді. Кез келген нәрседе ағайындар, жай ашықпай істелген нәрсе пайда береді. Керек десеңіз, мынау дихандардың өзі айтады, суды огородқа тез су жібереді ғой, тез жіберген судан пайда жоқ дейді. Мына жай жібереді ғой, сол зәктеп пайда береді екен да, тез өтіп кеткен судан пайда жоқ дейді. Ал жан-жақта енді мысал келтіргім келіп жатыр. Спортты алайық. Кез келген спорт, альпинисттер болсын, біреуін аласақ мейлі, күресетін балдар. Жаңадан бір бала күреске барады ғой, оны барады да күресте бір айдан кейін олимпиадаға апармайды. Не болады? Бірден шыққан бала ол көпке бармайды, ол опат болады бір жерде ше. Түсінікті не болатын да. Одан кейін күреске барасың ғой, балдарды қараңыз, майда шүйде, қолыңды бұра мынадан бұра, мойныңды бұра, құлағыңды сипала, мұрныңды уқала, майда шүйдеден бастатады оны ше. Неге? Өйткені бірден ана үлкенін жіберсең ол бала ұрынады. Мысалы, жаңадан күреске келген балаға сен артқа қарай сальто таста десең ше, ол қадалып өледі ғой бейшара. Оған айтады, алға қарай ауна, жай ауна, әшейін былай ауна деп осылай майдалап үйретеді да. Кез келген нәрсе. Айтқым келгені мынау, өмірде дәл сондай. Біздер, қазекеңдер, не дейді? Жаңағы аз жұмыс істеп, тез өсіп кеткіміз келеді. Байқайсыздар ма? Тез анау. Әйтеуір біздің арманымыз тез байып, табан астында бір жерден бір күш түссе, бір ойламаған жерден бір дүние түссе де байып кетсек, бір джипті мініп алып, бүйтіп, короче деп былай әңгіме айтып отырсаң да, адамдар жұмсап қойып, жұмыс жүріп жатыр дейді да. Соны айтады, бірден ана биікке тез шығып кетуге армандама дейді, асықпа дейді. Неге десе, тез көтерілесің ғой, ана биіктеген сайын, сен өзіңнің ана бара жатқан осы жолды дұрыс білмей, бірден, мысалы қараңыз, биікке шыққан адамды жолмен шықса бар ғой, түсер кезінде ол қай жермен түсу керек екенін біледі да. Биікке вертолетпен апарып тастайсашы, ол түсер кезде жолын білмейді. Соны айтады, тез бірден көтерілген адам бар ғой, биік көтерілген адам, биіктен құласаң да қиын дейді да. Оңбай өлесің да. Сол үшін не дейді? Жайдан баста дейді. Мен айтқым келгенім мынау ғой, қазақтың қарасаңыз керемет сөздері ғой бұл. Асықпаған арбамен қоян алады дейді. Асыққанша, асыққан шайтанның ісі деген нәрселердің бәрі айтқым келген ағайындар. Бізде анау баю жақсы, бай болған жақсы, бірақ не дейді? Әйтеуір баю үшін тез, адал, арамына қарамай әйтеуір тыпыр байып кетіп, бір үлкен бір таққа отырсам деп армандама дейді да. Құласаң оңбай құлайсың. Не дейді? Өзіңнің лайық жеріңе бар. Жұмысқа кіресің ба? Лайық жеріңнен кір да. Сонда қара, жұмыс істейсің, көрсетесің, бірінші жұмыс істе, тер шығар, терле, еңбектің ана дәмін тат. Өскен кезінде не болады? Қадырын білесің ол нәрсенің ше. Қадырын білесің, сен одан құламайсың дейді. Қазекең айтады ғой. Анау бұрыннан бай болып келе жатқан адамдар бар ғой. Аталарынан әкесі бай болған бала ше, ол ана байлыққа анау бастан көбінесе өз-өзін жоғалтпайды. Аталарынан бай болып келе жатқандар бар ғой, олар жоғалтпайды өзінің несін, равновесиесін ше. Не дейді? Осылай жоқ болып келген, тұқымдарында жоқ болып келгенде біреуге бір құдай бір жерден лақ еткізіп береді ғой, бай болып кетеді ғой. Осы қиын дейді, осы қиын. Неге? Олар өзін жоғалтып қойды. Өйткені ол бұрын ешкім болмаған, оның аты шықпаған, енді бірден бай болған кезінде ше, не дейді? Өзінің кім екен атын шығарғысы келеді да, сен менің кім екенін білесің ба деп сөйлей жібереді дейді. Соны айтады, бай болу үшін менің айтқым келген бір ауыз сөз мынау ғой, бай бол, бірақ бай болу үшін әйтеуір тез бол керек екен деп, адал арамына қарамай шапқылай берме. Адал еңбек ет. Адал еңбек. Жай жетсең де адалмен жет, ол не дейді? Берекелді, тұрақты болады.
өзі айтады ғой Қазекең, дүние қалай келеді солай кетеді. Сен шынымен дүниені қалай табасың солай жұмсайсың.